Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін енді мынау оңтүстік Каролина штатындағы Мyrtle Beach деген қалаға барып, отбасымызбен демалмақпыз. Жоспарымыз бір 2-3 күн сол қалада қалу, бала-шағаны Атлант мұхитына түсіру, тұзды суға, және тірідей акула көру. Қазір жаңалықтардан қарап отырсақ, акуланың саны көбейді дейді. Әрине, акуланы енді аквариумнан көріп жүрміз ғой, бірақ мұхиттағы жүрген акуланы әлі көрмедік. Бұрын енді саяхатқа шыққанда дельфинді кеменің үстінен көретінбіз енді. Бірақ тірідей акуланы барып көру ойымыз бар. Егер Алла жазса, мүмкін көріп те қалармыз. Жалпы біз солтүстік Каролинадағы Шарлотт қаласында тұрамыз. Шарлоттан Мyrtle Beachқа дейін бір 4 сағаттай уақыт алады. Бала-шаға шыдап, жыламай барады деп ойлаймыз. Ал кеттік, жолға дайындалайық. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me. Kapay! Yay! Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Бізде таңғы сағат 10. Баратын жеріміз Myrtle Beach. Қазір қараймыз қанша уақыт жүретінімізді. Қанша барған кезде бізде зарядка артығымен жетеді. Жолымыз 4 сағат. Бисмилля деп кеттік. Қыздар дайынсыңдар ма? Амина, Шадаш, дайынсыңдар ма? Зейн, дайынсың ба сен? Я, болды онда Зейн дайын болса. Таңертең енді ертелетіп шығуға тырыстық. Жалпы жол басында айтып өткендей 4 сағат болғандықтан балалардың көңілін аулау үшін жұмбақ та жасадық, ойын да ойнадық. Қолымыздан не келеді, соның бәрін істеуге тырыстық. Бар өнеріміз салып, отбасылық ән айттық. Dance for me, dance for me, oh, oh. Like a dragon, wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you don't want it, I'm too hot. Blanket, not blanket, kapten. Blanket. You want blanket? More blanket. More blanket. Тамақ бірақ бланкет болсын. Зейін Батырдың more blanket деп жылағаны ол ұйқысынан келгені және қарынның ашқандығы. Сөйтіп біз жолдан тоқтап тамақ ішуге бел байладық. Мынау Panera Bread деген асхана желісі. Бұл жерде даяшсыз не бере аласыз, тапсырыс бере аласыз. Әрі тамақ тез дайындалады. Біздің қонақ үйімізге де 1,5 сағат 40 минуттай уақыт қалған. Біз күннің ыстықтығына байланысты осы жерден түскі асымызды ішіп алып, қонақ үйге барып, біраз демалуды жөн көрдік. Демаламыз. Күн біраз ұясына кірген кезде кешке қарай мұхитқа шомылуға бармақ. Қонақ үйге де келдік міне.
байқамағам ғой. How was that? Zayn! Zayn. Бұл күн тек қана мұхиттың суына шомылумен өтті. Барлығымыз қатты шаршағандықтан кешкі ас ішуге келдік. Енді бұл тамақтан кейін әрине акула іздейтін жағдайымыз жоқ. Біріншіден қараңғыда батты. Сондықтан қазір тамақтан кейін қонақ үйге барып демаламыз. Комадасың, ұзақ ұстайсың ба? No. After you eat, you will be tired. So then you will sleep. Zayn ғой тәтесін. Stop taking my fries. Don't take those fries. Бөлмеге кірсек, тас қараңғы. Ертесі таңертең ерте оянып, таңның шапағын көруге аттандық. Ол кезде балалар қонақ үйде ұйықтап жатты. Бізде әлі де акуланы көреміз бе деген үміт болды. Әрине, жағалаудан акуланы көру мүмкін емес. Бірақ біз пирға да шығып көрдік, бірақ көре алмадық. Мұхиттан ескен таңғы ауаны жұттық. Жағалауды бойлап біраз жерге барып қайттық. Anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, living with no shame. Wait, no, sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Let me try. Қалай болды, Аминаш? Good. Look, I got it in. 1, 2, 3. Yay! Zayn? So happy. Yay! Мына толқын ұстауға тырысады қазір жігіт. Көреміз қалай кетер екен. Опа, ұстады толқынды. Ұстады, бірақ құлады өкінішке орай.
Міне, акула жүр. Акуланы көріп тұрмын, судың бетіне шығып келе жатыр. Адамдар бұл жақта акула дейді. Кәне көрейік. Акула ұстап алды адам. Адам акула ұстап алды. Тартып шығара алмай жатыр. Бірақ оны алуға болмайды. Қайта жібереді деп ойлаймын. Акуланы ұстап отырған екі батыр осы. Мына жігіт тағы да бір кетпекші толқын ұстап. Опа! Тағы да ұстай алмады. Өзі бір жол ауыр жігіт екенбіз. Бұлай берді ғой. Оның ар жағында тағы бір жігіт жүр міне. Ал енді бұлар мұнда суға шомылып қорықпай жүр. Мына пердің басында, орта тұсында мен бағана акулаларды видеоға түсірдім. Яғни акула келгісі келсе, мұнда келе алады. Істегісі келсе, мұн адамдардың аяқтарын істей алады. Бірақ одан қорқатын адамдар жоқ. Кетті. Ай, бәрекелді. Ай, бір жолы болды бұл азаматтың міне. Кетті. Мынау міне осы минимум сайз дейді. Ең кіші балықтың ұзындығы осыдан кіші болса, алып кетуге болмайды. Және күніне саны. Әр адам мысалы Black Drum бесеу дейді. Bluefish'тен үшеу. Қысқасы, анау Red Drum деген білмеймін бұл балықтардың қандай екенін. Бірақ балықтың түрі және саны тұр, ұзындығы тұр. Ұстаған балықтың да жуып тазалап алады екес. Суы бар. Қырып, бұның қырындылары қайттан не кететін сияқты ғой. Мен қарап жатқаным судың өзіне. Суға түстік, шаршадық. Ал енді барып түскі тамағымызды ішіп алайық. Қыздар, қарындарың ашты ма? Yes, I'm starving. Не жейміз? Buffet. Қандай? Asian? Asian buffet жегілерің кеп тұр ма? Yeah. Сен Шадия? Сен жейсің ба тамақ? Aren't we already going to Asian buffet? Yes. So we're going either way. Yeah. Кеттік. Біреудің машинасынан алып кетейін деп отыр. Аңдаған бәлелер. Анауш, машина алып кетейіндер ғой. Жүре берейік. Zeyn bile. Zeyn bile. Zeyn de bile kıracaktır. Адия, мынау не? Артта тұрған. I don't know. Some kind of ride. We are not going on that thing because I'm not in college. Біз енді кешкі уақытта тамағымыз ішкеннен кейін орталық паркке келдік. Бұл паркте жақсы аттракциондар бар екен. Жалпы қаланың халқы, бұл қалада енді туристер қаласы болғаннан кейін көбінесе туристер осында жиналады екен. Өте көңілді, өте жақсы парк, бізге ұнады.
аттракциондардың түрлері ерекше көп. Сонымен бізге ұнағаны мынау биік каруселге шықпақ болдық. Бұл енді қаланы толық көрсетеді, бірақ түн уақыты болған кейін әрине біз мұхитты немесе басқаны қаланы толық көре аламыз деп ойламадық. Бірақ енді қызық болсын деп оған да мініп көрейік дедік. Оппана! Міне! Кеттік! Темір есік жабылды! Then go straight to the water. Water. He's gonna go right to that. Сонымен міне 160 Myrtle Beach'in төбесіне шығатынды да көрдік. Қыздар ұнады ма, ұнамады ма? Ұнады. Әйтеуір саған қалай, ұнады ма? It's good, but we keep going again and again. This is the third time of us going again. Yeah. And it's getting kind of. Жүре бергеннен жалықтың ба? Әне. Мұхит көрінбейді. Are we the tallest one yet? Оғым не істеп жатыр екен ұлым? We're getting there. Зейн! Оғым бәрі бір. We missed it. Зейн, қайда барып жатсың Зейн? We were. Aynen. Қайдасың? I can hear it. Төбеден парк үлкен болмай қалады екен ғой. Қазір баратынымыз мынау міне. Wax museum. Мына полис шақырыпты, өйткені мына зданияға бір горилла атака жасап отыр. Wax museum. Қазір осыған кіргізген. How is my creativity? Good fantasy? And here's the police because it's real low on that film. Қыздар қорқпайсыңдар ма мынаған кіруге? Yeah, kid, we're so scared. Мына жерде орын да бар екен міне тура алдында. Қойып жіберейік машинаны. Ақшаны төлеп жатырмыз, ремонтқа картаны аламыз. You're going to arrive at the active Bradley. When you see Bradley, it's time to go to the upper left. Hi. Doing great, thank you. Ал енді бісміллә деп кіріп бара жатырмыз мынаның ішіне. Қыздар жүрек сынып тұр, қорқып та тұрмыз. Бірақ көреміз енді қалай болатынын. Ондай қорқынышты болады деп ойламаймыз енді. Амина, әдеш қорқып тұрсыңдар ма? No? Жоқ, қатты қорықпаймыз дейді. Көреміз. Деттік онда. Екеуі қорқынышты емес, үшіншісі Outbreak деген қорқынышты болуы мүмкін. Өйткені зомбилардың отаны екен. Зомбилармен төбелеспесек болды енді. Көреміз. Маған жоқ болып кірмей қалып жүрмейін. Ашылды. Кеттік. Біз танитын да, танымайтын да актерлар өте көп. Мәрт деген жігіт бар екен. Бір мынандай. Біздің қыздар Максмен түсіп жатыр. Мына жерде бэкграунд музыка, мынау адамдарға қарап, баяғы 70-ші жылдардағы, 60-ші жылдардағы Америкаға еніп кеткендей боласың. Дегенмен қызық. Жарайды, кеттік.
қыздарым шақырып жатыр. Олардың қызығы біткен сияқты. Тіпті мына Индиана Джонстың өзі түрі шын сияқты жасалған. Жалпы қарасаң адамның түрлері шынға өте жақын келеді. Мына жігітті де танитын шығарсыңдар. Рок. Мына жақта өз қызықтарымен болып жатыр. Адия мен Зейн гитараға таласып жатыр. Зейн әпкелеріне маза бермек сөйтіп. Адия, қорқасың ба? Нағым. Я, Франкенштейн. Жалпы мынау Пила киносының бірнеше версиясы бар, әйтеуір. Баяғыда көп көретінбіз. Қорқынышты кино. Зейін қорқатын түрі жоқ. Дракуланы да көбіміз білеміз. Екінші этажға да келдік. Outbreak. Мынау енді біраз қорқыныштылау. Біздің қыздар бұған кіргісі келмей тұр. Бұған кіргісі келмей тұр қыздар. Бірақ мына ханаға кіреміз дейді. Бұл кішкене оңайлау айна. Адия, кеттік кірейік. Ал енді хана дегенге кіріп бара жатырмыз. Бұның екенін көреміз. What could happen when she was a sweet little lass? Sad we had to be away from her without royal duties. Амин, She was so lonely, her own reflection became her best friend. We thought Ugly Hetty would help, but she cursed us all. Бұл қысқасы Let's Save Princess дегенмен бітті енді. Қысқасы принцессаны құтқару керек дейді. Білмейміз, кімнен құтқарамыз, принцессаны неден құтқарамыз. Бірақ бір басты айландыратындай жарқылдақ екен. Көреміз енді. Зейін қорқып жатыр ма? Мынау енді міне айналардың отаны. Қайда қарасаң да айна. Қайда баратынымызды білмейміз. Қысқасы жолда табу қиын. Сипалап жүресің. Егер әйтпесе басыңды ұрып алуы мүмкін. Қызық негізі. Мен қыздарымды көріп тұрмын, бірақ олардың қайда екенін білмеймін. Мынау есік, мынау да есік. Бірақ былай қарай жүре алмаймыз. Бір адам көрдім. Қысқасы бас айланады. Миллион айнадан әрең дегенде шықтық ау. Одан өтіп шығу үшін бір 10-15 минут уақытымыз алған шығар. Енді мынандай бір жерге келіп. Менің Зейін деген ботақаным қорықпай келе жатыр. Мамасының қолынан ұстап алып. Жігіт емес пе? Таптық ау дейін. Вау, Адеш! Good job! Бізді негізі топты бастап келген Адия болатын. Адия жарайды, тез таптық. Басқа адамдар адасып басқа жаққа кетті. Біз Адияның артынан еріп, тез тауып алдық. Қысқасы шықтық міне. Ал мен кеттім. Маған сәттілік тілеңдер. Окей, қорқынышты деп қыздар кірмейміз деді. Мен өзім кіріп көрейін дедім. Өзім кіріп шығам. Одан кейін егер өте қатты қорқынышты болмаса, қыздар да кірмей көреміз. Сондай ойым. Қыздар негізі осында қалды. Олар айнаға қайта кіріп шығмақшы. Today we have the pleasure of introducing you to our latest endeavor, the laboratory cleanup crew experience. Before we get started, incentives, increased strength, elevated aggression, and enhanced resistance to bodily harm. The result
result of that project is Alpha Strain, a viral compound capable of altering the soldier's DNA to achieve the desired alteration. 4 days ago, Alpha Strain began human trials with approximately 100 test subjects. Within seconds, all of the subjects showed signs of acute cardiac arrest. All the test subjects were given approximately 3 minutes after death, as what can only be called compounds. Several of these zombies broke free through restraints and attacked researchers. An automated security system there were no survivors. This morning, the Special Forces unit infiltrated the laboratory. Laboratuvarın içine girip göz atırmız. Sonuçta sınırda var onda. Men kirib chiqqandan keyin qizlarga aytdim. Aminadan boshqalar kirgisi kelmedi. Tek Adya kirmedi. Adya kirsizmi hozir? Outboundga, Forklustga kiramiz ikimiz, ya. Sonra Batirga Adya bo'ldi. Adya ikimiz kiraylik deb o'tiramiz, ko'ramiz endi. Adya qo'rqmaysizmi? Sonымен Adyosh qalay, qo'rqinchlimi emasmi so'nach? Tag'i bir rет borasizmi? Barging kelmaymi? Qisqasi bormaysiz. Amilosh sen borasizmi? Qo'rqinchli. Uzun so'zning qisqasi Amilosh bormayman deydi, mamasi bormayman deydi. Men o'g'lim uxtab qoldi mene. Uzun so'zning qisqasi bo'ldi. Tushuvini de ko'rdik. Endi bir yerga borib shay payishib, uyimizga qaray ketuga dayındalamiz. Safar qalay bo'ldi? Myrtle Beach unadimi? Kuchli, unadi qattiq. Qay joyi unadi? Qattiq qay joyi unadi? Muhit o'ta kuchli bo'ldi. Suvga, toza mendor suvga tushib. Баратын жер көбейген, короче. Сан жер. Айдос, саған қай жер ұнады? Ең көп ұнаған қайсысы болды? Ич па? Мен ұлым мас болып жатыр ғой. Ұйықтап тапсыңдар ғой. Басын көтеріп қойыңдар. Шоным шаршаған ғой қатты. Ұйықтап қойыпты. Аминош, саған қайсысы көбірек ұнады? Мына бүгінгіші мынау museum сіздің налар ұнамады ма қатты? Қазір келгендер? Wax Museum. Жаңағы неші зомбилардың Zombieland па не? Жоқ, әдіш? Ұнады ма саған? Неге? Мынау міне Американың ауылы нағызы. Мен жерде авария болыпты, міне полицейскілер қандай машиналармен жүреді. Жап-жаңа тақылмен жүреді бұлар міне жігіттер. Ауыл кішкентай ауыл. Так, машинаның зарядкасы азайды деп Tesla Supercharger'ға қоямыз қазір. Мына жақта қайсына қоямыз? Негізі мынаған қояйық.
Өйткені адам осында аз екен. Так, дейміз да артқа кетеміз. Машинаны зарядтап алдық, енді өзімізді өзіміз шарж жасап алайық деп отырмыз. Қазір кіріп. Әде сондағы лақтырсын штрашқа. Ja, kas. Ne alamız? Japonlar siapa dia semua sih? Не ол? Бұл да өзінің алатыны бар. Оның көздің кофесі бар мында ішетін. Сен өзі біледі не керек екенін. Әдеш? Көңілің көтеріліп қалды ма кішкене? Ұйқың қам? Супер тайып болғаның басылды ма? Симбаны сағындыңдар ма? Сағындық, конечно. Уайымдап отырмыз. I had a scary dream about him. I am so scared. Ол не болмайды? Ештеңе болмайды ол. Мысық деген тамағын салып кеттіңдер, суын қойып кеттіңдер, ештеңе де болмайды. Сонымен Атлант мұхитына жасаған 3-4 күндік сапарымызда аяғына жетіп қалды. Негізі бұл сапарға шыққанда екі мақсатымыз болған. Біріншісі Атлант мұхитына түсу, яғни дауыл болған жоқ, ауа райы жақсы болды, су жылы болды және жаңбыр жаумады. 3-4 күн бойы емін-еркін суға түстік. Бала-шаға дән риза, яғни бірінші мақсатымыз орындалды. Екіншісі кемеге мінбей, мұхиттың ортасына бармай, акула көру болатын. Ол да орындалды. Әрине бала-шағам көре алмады, бірақ мен акуланы көріп видеоға түсіріп үлгердім. Сонымен бірге балықшы жігіттердің қармағына ілінген акуланың куәсі болдым. Яғни оны да видеоға түсіріп үлгердім. Яғни сапар толығымен сәтті болды деп ойлаймын. Енді міне үйге де аман есен жетіп қалдық. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық. Рахмет.